Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Сары кез келген адамның күнделікті рационының ажырамас бөлігі. Сары май деп қандай майды атаймыз? Сүтті сепаратордан өткізгенде бір жағынан көк сүт, ал екінші жағынан қаймақ шығады. Шыққан қаймақты салқындатып 10-15 минут араластыру арқылы консистенциясының өзгергенін көруге болады. Қаймақ ақ түстен сарғыш түске ауысады. Қаймақтың суы шығады. Суын төгіп тастап, салқын таза суық сумен шаямыз. Дәміне қарай тұз қоссаңыз, сары май дайын. Аштық кезінде бір түйір сары майдың өзі күш-қуат пен жылу берген, себебі май жылудың қайнар көзі. Видеоны бастамас бұрын қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, маған подписка жасауларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта көптеген қызықты видеолар болады. Май жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезінде пайдалы. Әрине, сары май жоғары калориялы, бірақ сары майдың бұл қасиеттерін де өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы асқа сары маймен нан жесеңіз семірмейсіз, керісінше күш-қуат аласыз. 30 грамм сары май жесеңіз, одан адам семірмейді. Ол күнделікті адамның нормасы. Сары май дәрумендер мен минералды заттарға бай тағам. Оның құрамында калий, фосфор, натрий, селен, магний, кальций, темір, мырыш, мыс және марганец бар. Оған қоса кейбір түрлерінің құрамында А, Е және К дәрумендермен қатар В1, В2, В5 және Д дәрумендерінде кездестіруге болады. Сары майдағы А, Д, Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығына, шаштың әдемілігі мен тырнақтың саулығына үлкен әсер етеді. А дәрумені майлардың арасында тек осы үйдің сары майында бар. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Иммунитетті жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәруменіне байланысты май тыныс мүшелерін майлап, жөтелді емдеуде тездетеді. Яғни сары майды ерітіп, жылыдай сары майдан ас қасық ішсеңіз, тамағыңыздың ауырғаны тез жазылады. Ал Е дәрумені қан тамырларын тазалап, берік қылады, шаршағандық сезімін басып, энергия береді. Бәріміз де шоколад құрамында бақыт гормоны серотонин бар екенін білеміз. Бірақ бұл гормон сары майда да бар екенін біле бермейміз. Серотонин тек көңіл-күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін, аштықты баса алады. Сүтті майлары адам ағзасындағы жасушалар алмасу үшін өте маңызды. Бұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға әкеле алады. Бұл ақыл мен ой өріске зиянын тигізуі мүмкін. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зиян бар зат деп санаймыз, бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін сары майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек. Әйел ағзасында холестерин жетіспеген кезде оны бедеулікке алып келеді. Оған қоса майды аз тұтыну менопауза уақытын жақындата түседі. Өзінің тамақ рационына қажетті мөлшерде сары май қосқан адамның асқазанындағы кішкентай жаралар жазыла бастайды. Сондықтан асқазан ауыратын адамға сары майдан бас тартпаған жөн. Іш қыту мазалап жүрген болса, сары май сізге нағыз ем болады. Таңертең аш қарынға бір ас қасық сары майды ішіп алсаңыз, кешке өзіңіз әсерін көретін боласыз. Жаңа туған баланың іші ауырса, колики болса, сары майды ерітіп, жылыдай ішіне басып, үстіне целлофан жауып, мата жапсаңыз, іші ауырғаны қояды. Қолдарыңыз жарылып кетсе, ерніңіз жарылса, нағыз табиғи крем ол сары май. Оны пайдалансаңыздар бірден көмектеседі. Қазіргі таңда таза сары май тауып алу өте қиын. Ұзақ сақталу үшін, салмағы көп шығу үшін сатушылар әртүрлі айла тәсілдерді пайдаланады. Адам ағзасына зиян пальма майы, өсімдік майы, түрлі ұнтақтар қосады. Майды қалай таңдаймыз? Ең алдымен түсіне мән беру керек. Майдың түсі ақшыл сары, мамыр айының майы болса сарыдан қою сарыға дейін болады. Бірақ ешқашан үйдің майы ешқашан аппақ болмайды. Үй сары майының құрамында лактоза, казеин жоқ, омега-3 көп мөлшерде бар, гормон серотонин бар. Денсаулыққа пайдасы өте көп, жүрек жұмысын жақсартады, қан тамыр ауруларына ауырлық етпейді, холестеринді қалпына келтіреді, кез келген тері мәселелерін шешеді, есте сақтауды жақсартады, адамның иммунитетін күшейтіп, белсенділігін арттыра түседі.
Егер сізде анемия болса, яғни сізде қан аздық болса, жаңғақтарды, кептірілген жемістерді, май мен балды бірдей пропорцияда араластырып блендермен өткізіңіз және күні бойы 3-4 қасықтан жеңіз және міндетті түрде таңертең аш қарынға бір ас қасық жеуді ұмытпаңыз, ол иммунитетіңізді арттырады. Егер сізге суық тиіп тамағыңыз ауырып мұрныңыздан су ағып жүрсе, онда бір стақан ыстық сүтке бір ас қасық үйдің сары майын араластырып ішсеңіз және қалауыңызша бір ас қасық бал қоссаңыз болады. Суық тиген кезде таптырмас үй жағдайындағы емнің жолы болып табылады. Осындай суық күнде тұмауды емдеу үшін 30 грамм сары майға 1 грамм қара ұнтақталған бұрышты араластырып, күніне 1 шай қасықтан тұтынасыз. Қоспалары әр тамақтан кейін күніне 3 рет қабылдау қажет. Созылмалы бағыс ауруы немесе мигрень болса, онымен шекеңізді, қолдарыңызды, білектеріңізді, аяқтарыңызды сары майды ертіп майлаңыз. Толық қалпына келмейінше осы ерітіндіні теріңізде қалдырыңыз. Бұлшықеттің ауырсынуы немесе көгеру кезінде аз мөлшерде ұнтақталған даршынмен, яғни корицамен араласқан композицияны зардап шеккен аймақтарға күніне 2 рет қолдану ұсынылады. Егер сіздің омыртқаңыз, арқаңыз ауыратын болса, онда сары майды таза күйінде қыздырып, төменгі арқа аймағына жағылады және шамамен 1 сағат бойы ұсталуы қажет. Егер сізде асқазан ішек жолдарының қабынуы болатын болса, онда тамақтанудан 30 минут бұрын 1 шай қасық ерітілмеген майды аузыңызда ұстап ерігенше тұтынуыңыз қажет. Әрбір заттың пайдасы мен зияны бар, ал сары майдың қандай зияны бар? Сары май дене салмағы артық адамға шамадан тыс қолдануға тыйым салынады. Сүт өнімдеріне, сиыр сүтіне аллергиясы бар адамдарға сары майды жеуге болмайды. Сары майды тұтынбаудың тағы бір себебі оның құрамындағы холестерин мөлшерінің тым жоғары болуы. Үй жағдайында сары майды тоңазытқышта сақтау керек, ал ұзақ уақыт сақталу үшін мұздатқышта сақтасаңыз 1 жылға дейін сақтай бересіз, ал бөлме температурасында сары май тез бұзылады. Бүгінгі видеом сіздерге аз да болса пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға подписка жасауларыңызды сұраймын. Каналды жарты адам подпискасыз көреді екен, сондықтан да маған жазуларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі видеода кездескенше.